Бүгінгі тақырыпты жалқаулық тақырыбы деп алайықшы. Өміріміздегі ең үлкен кедергі болып жатқан нәрсе ол жалқаулық. Жалқаулықтың негізгі себебі ол мынада жатыр. Мына нәрсені түсініп алуымыз керек. Ми ешқашан бекер нәрселермен айналыспайды. Мидың негізгі мақсаты адамның энергиясын сақтау және адамды тірі алып қалу. Осы нәрсені сіздер әрдайым оқып жүрулеріңіз керек. Және жалқаулық деген нәрсе ол бір сен өзіңнің миыңа мына нәрсені не үшін істеп жатырмын деген сұраққа жауап бере алмағаныңның себебінен болып жатқан хәл. Бұл дегеніміз сенің миың қандай да бір іс-әрекет бастардың алдында ол сенен сұрайды. Так, Абдрашид, мен мына нәрсені істейін деп жатырмын, бұған мен мысалы үшін 2 килограмм энергия құртамын. 2 килограмм энергияны құртатын болсам, бұның артында не жатыр? Бұның артында мен не алам деген сұрақ қояды саған. Сен сол кезде ол сұраққа дұрыс емес жауап беретін болсаң, әлде жауап бермейтін болсаң, мысалы үшін былай жауап беретін болсаң, сен қазір спортпен айналысасың, сен миың сұрайды, не үшін дейді. Сен айтасың, денсаулығым мықты болу үшін дейді. Сөйтіп сенен миың сұрайды, так, тоқта, Абдрашид, сен қазір денсаулығыңда ақаулар бар ма дейді, дәл қазіргі сәтте. Сен айтасың, енді жоқ қой, енді қазір в принципе, бірақ болашаққа керек қой дейсің. Сол кезде миың айтады саған, айналайын, болашақ болсын бірінші. Сен бірінші болашағын кебасың, денең ауырсың, содан кейін барып оған жаратамыз. Қазір менде оған ресурс жоқ. Сол үшін қазір бармаймыз біз спортқа дейді, спортты сызбысай салады. Түсіндіре алдым ғой? Ертеңгі күнгі мотивация миға бүгінгі күнде өтпейді. Ертеңгі күнде болатын нәрсені, 100 жылдан кейін болатын нәрсемен сен миыңды бүгін энергия құртуға бағанағыдай бағыттай алмайсың. Миға бүгін құртылған энергия бүгін нәтиже керек. Түсіндіре алдым ба? Мысалы үшін спортпен қалай мотивация жасаймыз? Бүгін спортқа баратын болсам, не болады деп ми сұраған кезде сен айтасың, бүгін спортқа баратын болсаң, сенде қазір энергияң көтеріледі, қазір рахаттанасың, көзің жарқырайды. Сенің ойың тоқтап, рахаттанып, сенің ойыңа дұрыс идеялар келе бастайды және өзіңді жеңіл сезінесің дейтін болсаң, сенің миың тұрады да спортқа барады. Сен мына нәрсені түсіну керексің. Ми бір нәрсені істердің алдында ол 2 сұраққа жауап алу керек. Мына нәрсені істесем мен не аламын, қандай пайда болады, және істемесем мен неден айырыламын деген өте маңызды сұрақ. Мен мысалы үшін спортпен айналыспасам неден айырыламын деген сұрақ қойған кезде еш нәрседен айырылмайсың. В принципе, как было, так и останется дейтін болсаң, қалай болды, солай қалады деген сияқты жауап қайтаратын болсаң, онда ол айтады, онда бармайық та қоя салайық та, зачем нам что-то делать? Не аламыз бір нәрсені істеп, егер ол нәрсенің түбінде еш нәрсе өзгермейтін болса дейді. Миға мотивация берген кезде жалқаулықтан шығу үшін сіз миыңызға конкретно бүгін оған берілетін ләззатын және ол неден айырылатынын жеткізу керексіздер. Мысалы үшін маркетологтар қалай жұмыс жасайды сіздермен байқайсыздар ма? Олар сіздерге айтады, келіп, ей, сен мынаны бүгін сатып алмасаң, қазір сатып алмасаң 12-ке дейін, бұл бұның бағасы өсіп кетеді дейді. Оппа, сол кезде ми ұсталады, не айтады? Мен қазір мынаны сатып алмасам, мен определенный 30% суммаға ұтылып тұрмын, сол үшін маған қазір алу керек дейді. Түсіндіре алдым ғой? Өзінің выгодасын көріп тұр, өзінің сол жерде алатын пайдасын көріп тұрғаннан кейін ол барады да, шаршап жатса да, өліп жатса да, түнгі 12-де барып 100 километровый очередьте тұрса да барып өзіне керек нәрсесін алып алды. Ал егер скидкасыз тұрған нәрсе болатын болса, сен оған ертең де бара саламын дейсің. Түсіндіре алдым ғой? Тура сол сияқты маркетологтар не үшін азынан кешке шейін іш ақтарылып біздің миымызды зерттеп, азынан кешке шейін бізге скидкалар беріп жатыр деп ойлайсыз? Өйткені маркетологтар біздің миымызбен бізден жақсы қалай жұмыс жасау керек екенін біледі. Біз білмейміз, біз танымаймыз өзіміздің миымызды. Негізі тура сол техниканы мен өзіме қолдануым керек. Сен қандай да бір істі бастардың алдында оған неден айырылатынын айтып отыру керексің. Мына нәрсені істейсің ба? Пожалуйста, істемесең істемей ақ қой, бірақ істемейтін болсаң, мынадан айырыламыз деген сияқты қылып айтатын болсаң, ол тұрады да істейді. Проблема жоқ. Мысалы үшін өмірлеріңізге бір қарап шығыңыздар, бір нәрседен айырылатын кезде сіздер тоқтамай жұмыс істедіңіздер ғой. Репутациядан айырылатын кезде сіздер азынан кешке шейін жұмыс жасадыңыздар. Ентінің алдында сіздер мықты дайындалып сабақтарыңызды оқыдыңыздар азынан кешке шейін. Сол кезде шаршау деген қасиет болған жоқ қой сіздерде. Сессияның алдында неге шаршамадыңыздар? Мысалы үшін сіздер 10 сағаттап бір материалды жаттаған кезде сіздер неге шаршамадыңыздар? Или бір сахнаға шығатын кезде соның алдындағы дайындықта неге шаршамадыңыздар деген сияқты. Тойда, мысалы үшін той болардың алдында неге адам шаршамайды? Өйткені ол істемесе неден айырылатынын біліп тұрады. Неге адам ол жерде жалқаулыққа кірмейді? Той болардың алдында адам айтпайды ғой, қойш, не болса о болсын демейді ғой. Таңнан кешке шейін таңғы 6-да тұрып алады, таңғы 5-ке шейін жұмыс жасап жүреді. Не үшін жасайды ол нәрсе? Өйткені ми нақты түсініп тұр. Істемесе неден айырылатынын. Вот жалқаулық деген нәрсе как раз істемесе еш нәрседен айырылмасам, онда жалқаулық деген бір сипат келеді. Сол үшін 2 сұраққа жауап беріңіздер. Істесем не болады? Істемесем неден айырыламын деген 2 сұраққа жауап беріңіздер. Сол кезде жалқаулықтан шығасыздар.